Бұл жұптың таныстықтары Instagram арқылы басталған. Привет дедім, бір минут болма, сразу ответ келді деп жатсы. Дұрыс па? 3-4 сағаттан кейін деп шынымды айта берейін, сол кезде жазды. Дегенмен, жағдайға байланысты кездесуді кейінге қалдырып келген. Анеляның үйге апарып тастау жайлы өтінішінен соң олардың махаббат хикаясы достығы басталды. Біздің андай өзіміздің понятиямыз, дос деп өзіміз қабылдаймыз да, бірақ негізі действияларымыз бәрі андай жүріп жүрген сияқты болды да. Бәрі сол үшін Айтпаса. Бәрі сөйтіп ойлады да, жүріп жүр деп. Бірақ негізі дос болып нетті, Сөйтіп, Салтуша Дорогуша ұсынысты 3-4 ай күткен, ал Алишер бұл сәт үшін ерекше тәсіл іздеп тапты. Ол үшін басқа біреудің атынан гүл жіберіп, Анелямен ұрысып, пранк жасады. Мен айттым, осы уақытқа, осы жерге адрес жібердім, оның бәрін бірақ түсіріп алдым да өзім. Осы адреске осы уақытта келесің, болмаса мен келем, болмаса сенікі, дұрыс емес те. Оныкі дұрыс та негізі, на самом деле біліп тұрмын да мен оныкі дұрыс екенін. Басы қатты болғанмен соңы тәтті болды. 2 жасқа бақыт тіледік. Жуырда Алишерден ұсыныстың жаңа деңгейін көре жатармыз, бірақ өмірлік жара тануға. Бақ бұл жазылсаң, бірге боламыз аманатым, кебін тауып жүрегіме менің жазған атым. Өзгеден емес кей кезде өзіңнен, келіншегім боласың, қатты қызғанатын. Бақ бұл жазылсаң, бірге боламыз аманатым, кебін тауып жүрегіме менің жазған атым. Өзгеден емес кей кезде өзіңнен, келіншегім боласың, қатты қызғанатын. Бірге болса оңбайтын қамал жоқ. Қылығымен баурап алған сиқырлы, түнде бөліп бұзған тәтті ұйқымды. Маған ғана үзіліп ақ тұратын апа, сіздің келініңіз сүйкімді. Тал бойына тәрбиені жиғанды, өр кеудесін күнәлерден тыйғанды. Маған ғана сақтап жүрген пәктігін апа, сіздің келініңіз иманды. Мүмкін емес қылығына қызықпау, кезі келді сүйгенімді құрықтау. Еркелігін көрсететін тек маған апа, сіздің келініңіз қырсықтау. Жібегімді алып келем көріңіз, балаңыздың шешіміне көніңіз. Сенбе мейлі сенсеңіз де анашым, келініңіз айны маған өзіңіз.